Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Versus. Бүгін біз бір ауыл пас ашатын боламыз достар. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бүгін мінеке көріп отырғаныңыздай до конца жинап болған болатын мен бір ауыл пас. В общем, плюс яғни осының бәрін ашатын боламыз бүгінгі видеода. Арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Мінеке бізде уже нелер шыққанын қарап жіберейік. Бізде керемет скиндар шығыпты, көріп отқандарыңыздай. Енді бұған кемім жетеді, базар жоқ, бірақ енді что-то алғым келіп тұрған жоқ десем болады. Жалпы бір мықты скидка болған кезде алмасам, былай что-то алмай қойған жақсы секілді. Лучше бір ауыл пас ашып тастаған дұрыс ау деймін. Мінеке көріп отқан земінде драконы алатын боламыз бүгінгі видеода. Енді жетіп қалу керек, енді көреміз. Ондай болса клубқа кіріп қарап жіберейік, не болып жатыр екен. Бұл жерде көріп отқаныңыздай мен бірінші орында тұрмын, 16 победамен. Мінеке, и менде нешеге жеттім мен уже 240-қа дейін жетіппін. Сіздер нешеге жеттіңіздер, комментарийға жаза кетіңіздер. Мінеке бізде шлагбаум дейді, енді керек емес, дауысын бүйтіп сәл төмендетіп жіберейін. Жақсы, мінеке. Енді сапалы, мықты сат түскен жоқ енді, в общем. Эпический бүгінгі видеода неше легендарный ашамыз, в общем, в общем, белгісіз, енді қызық болайын деп тұр. Егер түссе, онда болса, мынандай керек емес монета, в общем, осындай значки, білінги, солардың бәрін ала берейік, кредиттерді де ала берейін. Сірә бір мықты нәрсе түсе қоймас, в общем, дракоға әзірге жете қоймайды. Жеткенше дейін алам ғой, в общем. Әзірше осылай азғантайдан баса берейік. Сразу енді мынандай иконка заттарды алмай тұратын секілдімін. Өйткені, потом алам, в общем, бірінші сардоптар ашып алайық. Өйткені ол жерде кішкене қызықты нәрселер түсіп қалар. В общем, шансымызды азайтпай қойық дегенім ғой. Мінеке бізде уже 140 неше болды екен. 150 болды, базар жоқ. Алдыңғы геймдерді мен скин алған едім. Кішкене азайып қалған, енді дракоға 3800 керек екен, оған жету енді оңай емес. Опа, неше 300. Мінеке бізде 10 кристалдардан беріп жатыр. В общем, біреуінде 30 неше кристалл шығады, в общем. Нақты санамаппын енді. Білінги әзірге жете қоймайды. Монета енді көп, монетаны көп жинап алдық уже. Монетадан ганжет па бірдеңе алу керек еді. То менде көп проблемде уже ганжеттер жоқ, ештеңе де жоқ, мысалы. Даже 7-ші уровеньге жетпеген проблемалар бар менде. Мінеке бәрін алып тастайық тез-тез. Мінеке. Жалпы бұл сезонның бітуіне әлі уақыт бар. Достар, байқамай басылып кетті. Тек вер эміз деген осындай керемет скин алынып кетті. Мен жалпы соңында алам ба деп едім. Енді байқамай қалпым уже артта тұрған екен. Мінеке алмау керек еді. Кішкене сақ болған дұрыс. В общем, жететін секін, онда болса сартоптарды басып аша берейік. Бізде мифический, жоқ, стан легендарный сартоп түсі достар. Мықты есінен не шығады екен. Опа, кредит берді, 500 кредит. Пайдеді енді. Жақсы, редке бұдан енді есіңе түспейдің. Логичный, эпик дейді, ашаға берейік. Әзірге енді есіңе түсіп жатқан жоқ. Бір легендарный түсті бүгінге. Эпическилар түсіп жатыр. Осылай аша берейік. Сіздерде осы Brawl Pass'тан қандай скиндар түсті, мысалы комментария жаза кетіңіздер. Бізде әзірше что-то стардроптан там түспейтін секілді. Тек сверхредке ғана түсіп жатыр. Сверхредке. Эпиктен бірақ ешқандай скин түспейтіні жаман екен. Түсіп қалу бірақ шанс болып, мифический достар. Ішінен скин Байронға, пляжный Байрон скинін берді. Енді более-менее нормально, орташа емес, төмендеу скин. 30 гемнің скині ма, сондай секілді еді.
Я редкий, қызық емес, редкийлар түсіп жатыр. Мінекей тағы да редкий. Нешеге келіп қалды уже. Бұны жинаудың өзі қиын енді. Күніге ойнап жинап жүрмін, енді 41. Жинау енді. Жинадық. Енді уже легендарныйға жетіп қалыппыз. В общем, мінекей достар, легендарный садроп ашатын боламыз. Сол үшін бір қарап кетеген дейсен қалмаған секілді. В общем, достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Достар болса, в общем, легендарный садроп ашатын боламыз. И ішінен бізге бұл Джин Вольт деген керемет скин түсті, достар. Қараңыздар, әдемі скин. Ой, жоқ, бізге керек емес. В общем, біз бұл сүріміз. И мына жақта да легендарный садроп алып қойған болатын, достар. И бұл жерден не шығатын көреміз бірге. И бізге звездная сила тараға берді. Мықты болады, пойдет, жақсы. Онда болса біз енді мыналарды ала салайық енді біртіндеп. Мінекей көріп тұрғанда керемет иконкалар бар екен, спрей беріп жатыр. Бірақ енді мен шынымды айтайын, бұларды қолданбаймын да. Онда болса біз драконы алайық. Иә. В общем, басу керек екен, күтіп отырмын. 8-ші легендарный байс екен, әлі 12-сі бар екен. Таза жоқ. И бізге мифический. Кімді алсам болады? Виллоу алатын секілдімін что-то. В общем, бұларды енді жалпы ойнап көрмегенмін енді. Пайда Виллоу жақсы секілді. Спрей, иконка. И мінекей достар, бұл 2 скинға да жеттік. Мінекей керемет әміздің жасыл түрі екен, әдемі екен. Гүлдің суреті бар. И бұл қосыз түрі. И бұл жерде дизлайк түрі екен маңдайында. И серфери на рельсах деген бізге зат бір титул берді. И бәрін бітіріп біз, достар. Қарап жөрейік жаңа скиндарымызды бір қарап. Бұл әміздің скины. Енді әміз қайда жерден тауып алу керек. Мінекей әміздің өзі де тұр екен. И бізде мінекей выскочка әміз бар еді. Енді бізде демон әміз болды. В общем, осындай тағы 3 скин түсіріп алдық. Түсіріп алғанда алай сатып алдық. И мінекей осы скин әдемірек көрінеді екен. Осы мінекей көрсеңіз 9-ға дамытып тастайық. Ешқандай ганжаты жоқ, енді қиын болады ойнағанда. Мінекей осы жерден более редкийді қойып жіберейін. И бұл жерде мінекей баспасық. И вольт қайда? Мінекей вольтқа мінекей Джин Вольт. И бізде вольт конықпен бесплатный берген. В общем, кім еді анау? В общем, мультфильмдегі вольт. И біз драконы сразу көтеріп тастайық енді. Кетеміз, 9-ға көтеріп тастайық. Мінекей, менде 40,000 монета бар екен, бада жоқ. Тараға звездная сила түсірдік. Тағы қызықты не бар екен? Что-то ештеңе жоқ секілді. Онда қызық, онда болса әміздің скини көріп кетейік. В общем, осы. Онда болса Brawl ойнап жіберейік, енді бір картка ойнап тексеріп жіберейік. Жота енді бірақ менде ганшет жоқ. Сонда да көреміз енді. Ганшетсіз ойнауға болады әрине. Еще ана біздің соперниктер бот екен, көріп отыр. Ешқандай тыным жоқ. Доп бізге қарай келді. Допты бұлай теп жібереміз. Барып қапталан атамға деуім, что-то перезарядиться ете алмадым. В общем, атакасы обычный көрінеді осындай. Просто бүйтіп айналады екен. Сфера. И біздің ультамыз необычный екен, мінекей көріп отқаныңыздай. Стилі басқашалау екен. Қашып барған да осы екпетін біліп тұрып. Гол салып кетуіне шансы бар еді. Емнеке өлтіріп тастады оны да.
Енді бір гол салсақ ұтамыз, әлі минут көп. Енді бұлай барсақ кім бізге қарсы тұрады. Şimdi bundan bir tık balsını atabilik. İyi ultamızбен давить етіп бастаймыз. Опа, мінекей мына прок ұшып кетейік, ұтпамау керек. И ол үшін гол. Мінекей отвлекаться етіп отқанда қапталдан салып кеттік. И победа алдық. Мықты істеген екен, енді ұнады өзіме. Эффектілері бар екен. Титулдарды қарап кетейік. Мінекей менде уже 3 титул бар екен, 4-еу даже. Ну, анау енді типа анандай крутой емес, обычный түр екен. Ну, болады. Охо, мінекей осыны қойып қойын, а то что-то мынаны қойайын ба. Отравесін, в общем, әдемі көрінеді екен. Еще мына іскемен дәл келеді екен. Еще қасында зат бар, сундучок бар. Үлкен сандық ба, в общем, солай. Ну, енді іскені әдемі ұнады өзіме. В общем, ойынға қайта кірдім, а то қатып кетті, в общем. Я мінекей. Ну, осымен видео аяқталды достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса комментарий қалдырып, подписаться етіп кетеміз. Сіздермен болған мен Вирсус. Алдағы уақытта қызықты видеолар түсіруге тырысамын. Сол үшін қолдап лайк басып кетейік. Ондай болса қош, сау болыңыздар достар.